Мектептен кеткен оқушыны сыныптан қалай шығарамыз күнделікте? Өз логин паролімізбен кіреміз. Сосын жұмыс үстелін басамыз. Оқушылар. Оқушылардың тізімі шығады сыныптағы. Енді осы жерден кеткен баланың есімінің жанындағы карандашты басамыз. Осында терезе ашылады. Осы жерде мектептен шығу батырмасын басамыз. Оқудан шығару типі нақты. Кеткен күнін жазамыз мұнда, бірінші жолға, екінші жолға. Қайда кетті? Басқа күндізгі жалпы білім беру мекемелеріне деген таңдаймыз. Бұйрықты жазамыз. Кеткен күнін тағы жазамыз. Одан кейін астында білім мекемесінен шығу туралы бұйрық дегенді белгілейміз. Ары қарай иә дегенді басасыз, сонымен оқушы мектептен шығады.